жаныма бір қатты бататын сәттер болды. Біздің қазақтар бокс десе Мұхаммед Алиді айтады, Майк Тайсонды айтады, Кличколарды айтады, Пакьяоны айтады. Бірақ солардың арасында бір қазақ айтылмай жатыр да. Біз батырдың ұрпағымыз ғой. Қанша бабаларымыз бар, бірақ әлемді бағындырған бір жарық жұлдыз бокстан шықпай жатыр да. Менің сол жүрегімді бір мазалап жүретін. Өйткені біз Шалгемпірдің тәрбиесін көргенбіз, батырлар жырын оқып өскенбіз. Сондай бір қазақтың шығуына себеп болсам екен, қазақтың жастары соның стиліне қызықса екен, сонымен суретке түссе екен, қасында жүгіріп жүрсе екен деп армандайтынмын. Аллаға шүкір, сол арманға жеттік қой. Бұл тек қана басы деп сөйлейміз. Біздің елдің жігіттері жігіттердің төресі. Солар жайлы ағай, жұрт не білесің сен осы. Олар жайлы айтылмайды биік мінбеде. Өйткені олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі.